Шаңырақты шайқалтқан шу. Тидан мынау не? Қош, бұл шатастырып жіберген. Мен қоя алмайды екен, мен қоя алмаймын, мен қалай қоям мен? Сырты бүтін, ал іші... Сен бар ғой ертек емес нағыз ездің өзі екенсің, оны баған. Әй, сен кімсің сонша боласың? Тоқта. Астана телеарнасында жаңа жоба. Отбасылық драма. Сырты бүтін. Дәл қазір. Дана қаладағы жоғарғы оқу орындарының бірінде студент. Құрбысы Самал екеуі пәтер жалдап тұрады. Жалын атқан жастық шақтың қызығына еліткен жас бойжеткеннің махаббат сезіміне бөленген шағы. Алды артын ойламайтын албырт қыз ертеңгі күннен еш алаңсыз. Сәлем жаным, күтіп қалдың ба? Жоқ, жаным. Сені күткен сайын сағыныш месілен етседі. Жүр отырайық. Мадам. Қалайсың? Көрмегелі біраз болды. Жақсы. Өзің ғой жоғалып кеткен. Жұмыс, сапар. Сөйтіп қалада болмадым біраз. Жұмыс көбейіп кетті бастаңыз. Енді қалада боласың ғой, Боламын. Сағын кетіпсің. Мен де сені қатты сағындым. Давай кездесіп. Кездесу үшін. Дана Дидарға ғашық болып, тәтті сезімнің жетегінде жүр. Оны көрмесе тұра алмайтын болған. Екеуінің қарым-қатынасы жиілеп, бір-біріне бауыр басып барады. Сырын білмеген аттың сыртынан жүрме дегенді мүлдем ұмытқан бойжеткеннің алдыңғы тағдыры тым ауыр еді. Оны бейгүнә қыз сезген де жоқ. Жаным. Ау, жаным. Сен кеттің бе? Иә, кеттім. Сенің қасымнан бір сәтте айырылғым келмейді. Мен де сені жібергім келмейді. Бірақ жұмыс. Жаным. Біз енді қашан кездесеміз? Жоқта жұмыстар бітеді. Жұмыстар біткен соң өзім хабарласам. Мен сені бір сәт көре тұра алмайым. Менде де солай жаным. Сағынам. Жұмыс көп. Кездескенше. Жақсында. Лақтырма маған, лақтырма. Кетші маған жауыздай.
шаршадым. Кеше жігітің үйлену туралы ұсыныс жасаған сияқты ғой. Көңілсің ғой бүгін күндегіден де. Білесің ба? Мен Дидарды бір күн көрмесем тұра алмайтын болыппын. Енді неменені күтіп жүрсіңдер? Той жасаңдар тезірек. Мен алдында дүкеннен керемет бір әдемі көйлек сатып алдым. Сол көйлегімді киіп тойға баруға дайынмын. Айтты. Бірақшы, біз Дидар екеуміз өмір жайлы, ой жайлы әңгіме айтқымыз келмейді. Иә, бір жағынан дұрыс шығар. Кейде сезім мәселесін ақылмен емес, мына жүрекпен шешкенде жөн. Дұрыс айтасың. Айтты, сені Дидармен таныстырам. Иә, танысайықшы. Болды. Күтемін енді. Сабаққа ішіміз. Жүр. Гүлсім, Ал, қалайсыңдар? келдің бе? Ой, келдім. Қалай? Кеше келем деп едің ғой. Ой, жұмыс бітпей. Неден қалдық? Аман есен, шаршаған жоқсың ба? Шаршадым, жаман шаршадым. Не, бүгін үйде боласың ба? Күйгем жағы қайда барды дейсің? Сен онда Нұрайды балабақшадан алшы. Мен жолдасызыма барып келейінші. Жарайды. Жүр. Алло, жаным, қалың қалай? Жақсы. Жаным, бүгін кездесек қалай қарайсың? Мен сені құрбыммен таныстырайын деп едім. Жарайды, бірақ қазір емес, біраздан соң өзім хабарласам. Біраздан соң, жарайды онда. Не болды? Білмеймін, біраздан соң хабарласам дейді. Бұлай деп айтпаушы еді, не болды екен? Болды енді, уайымдамаш. Дидар Данадан өзінің отбасылы екенін жасырып жүрген еді. Жұмысты сылтау етіп, үнемі Данамен кездесудің орайын табатын. Дәл бүгін Данамен кездесуге ешбір орай болмады. Телефоны қайта-қайта шырылдай беріп, Гүлсімде кім ол деп сұрай берген соң, телефонын өшіріп тастауға мәжбүр болды. Болды енді. Қайта-қайта хабарласа бермесеңші. Мүмкін бір маңызды жұмыс шығып қалған шығар. Бүгін болмаса да басқа күні. Кездесіп, асықпай танысып отырармыз. Бүгін мен күн бітпейді ғой. Оған не болды екен, бұлай телефоны өшіріп тастамаушы еді? Жарайды. Болды қойшы. Қараңғы болып кет. Мен шаршадым. Үйге қайтайықшы. Жарайды, қайтсақ қайтайық. Арада біраз уақыт өте шықты. Соңғы кездері Дана мен Дидардың кездесулері сиреп, Дидар телефонға жауап бермейтінді шығарды. Бүгін Дана аяғы ауыр екенін біліп, не қуанарын, не жыларын білмей отыр. Дидарға қанша рет хабарласса да, телефонға жауап бермеді. Дана өз-өзінен қобалжып, енді не болмақ деген оймен сарылып ұзақ отырды. Дана, мен сондай шаршадым. Бүгін мен үшін ауыр күн болды. Бірақ мен бар ғой,
Бүгін бір әдемі жігітпен таныстым. Сосын ол мені киноға шақырды. Мен сондай бақыттымын. А сен неге үндемейсің? Дана? Ей, Самал, не болды саған? мен бір нәрсе бүлдірдім. Білесің ба? Дидардың телефонынан Данаға телефон шалып, өзінің оның әйел екенін айтып салған. Дана да мән жайды түсініп, телефонды қоя салды. Дидар! 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 Дидар, мынау не? Не болды, түсіндіріп Жоқ, айтсаңшы? мен сен маған түсіндірсең, қайдағы жоқ қыздармен әуес бол, бұның не? Қайдағы қыздар, не ол? Жоқ, мен түсінбеймін сен, Дидар, мен қайдағы жоқ Жан, қыздармен. қош, бұл шатастырып жіберген. Мен қоя алмайды екен, мен қоя алмаймын, мен қалай қоям мен? Сен әке ата-ана деген сен дархан стройка деп қойдың. Өтірік. Жоқ, сен Дана деген қызды стройкада дархан деп Жаным, бұл неге өтірік, шатастырып Қалай, жіберген. қалай шатастырасың, сен болды. түсіндірші маған сонда. Қараш міне, Жоқ. танымаймын да мынаны мен. Дидар, қараш, мен қазір өзіңе звондаймын қазір. Бөтен бұл, бөтен адам, танымаймын. Жоқ, қалай сен еще Дана деген қыз әке ата-ана. Тойшы болды, жаным. Саған хабарлама жіберген еще бәрін. Саған еще дархан стройка деп Өтірік бұл. Қойшы, қалай қымен. Болды, қош. Жүр, болды. Жаным, болды, жыламаш. Қоя ғой болды, қойшы. Дидар, сонда мен алдаған ба? Дана, қойшы деймін. Не болып кетті өзі? Жылама дедім ғой саған. Болды, жылама. Қоя ғой болды. Сен не үшін ол үшін жылауың керексің, а? Мен оны сүйдім ғой, ал ол болса мен алдады. Қойшы, жыламашы. Дана, хабарласып жатыр саған. Алма телефонды. Дидар мені бұлай алдамау керек еді. Егер де ол маған шындықты айтса, мен де одан теріс айналып кетпес едім ғой. Бірақ менің де біреудің отбасын бұзуға арым жібермейді. Уақытта тоқтау бар ма? Демде зырылдап 3 ай өте шықты. Дидар сол беті хабарсыз кетті. Ал Дана болса, оны іздеп барғысы келмеді. Құрбысы Самал баланы алдырып тастауға кеңес берсе де, Дана ешкімнің сөзін елеген жоқ. Ол бұл баланы дүниеге әкелуге бел байлаған. Оқуын сырттай бөлімге ауыстырып, ауылдағы ата-анасына өтірік айтып күндер өтіп жатты. Самал мамам звондап жатыр, не істеймін? Ой, бұл, не айтасың енді? Не айтасың? Алло, мама, қалайсыз? Иә, қызым, мен жолға шықтым, бәрі жақсы, қызым. Иә, кешке барам. Кешке жарайды, мама, күтіп алам. Жарайды, қызым, күт. Дана, сен уайымдамашы ештеңкені. Бір мәнісі болар. Жарайды, сен де менің жанымда болшы. Мен жаныңда болам. Қайда кетеді дейсің мені? Рахмет саған. Мен сені жақсы көрем.
Цикла Гараказа. Я? Отцама говорит. Дана, не болды? Самал, Дидар отбасымен. Қайда? Ана жақта. Дана, сен ана жерге отыра тұршы. Мен қас келем. Маша. Ой, мынандай бар емес пе? Нан алайықшы. Нан. Осыған қызықтың ба? Иә? О, қош. Мына қолы бәрі жақсы әдемі. Мынау басында жақсы. Жоқ, ананы көрейік. Ну, как раз мне. Ойнасам? Қай? Сіз жараспайды саған. Кешіріңізші. Тыңдап тұрмын. Тыңдап тұрмын дейсің бе? Сенде ұят бар ма? Сен бар ғой ертек емес нағыз ездің өзі екенсің, оның баған. Ей, сен кімсің сонша Тоқта. Кімсің сен? Жоқ, тоқта, мен танымаймын бұны. Самал Дидардың әйелі Гүлсіммен қатты ұрсысып, ауыр сөздер айтуға дейін барады. Дидар Гүлсімді сүйреп шығып кетеді. Қателік менен кетті. Дана мені шын сүйді ғой. Шындықты басында айтуым керек еді. Ол менің отбасым бұзылғанда қаламайды екен. Күн сайын, күні түні іштей ойлап, кешірім сұрадым дағаны. Жігіттік іс жасай алмадым. Самал, ана мына түрімді көрсе құрыдым ғой. Туф, Дана, не деген уайымшылсың өзің? Қазір қорыққанмен ештеңе де өзгермей түсінесің бе? Анан келгенде бәрін де түсіндіреміз. Ауылдағылар естісе өсекке қалатын болдым ғой. Сен білесің бе? Сенің ана жігітің нағыз су жүректің өзі. Көрдің ғой алдында дүкенде әйелінен қорқып қалай дірілдеп тұрғанын. Ондай күйеудің болғаннан болмағаны артық. Түсінесің бе? Ондай еркекті Құдай атсын. Ұқтың ба? Дана, жыламашы енді. Ауылдан келген Күлпан қызының мынандай жағдайда екенін көріп жүрегі езіліп кетті. Сезімнің жетегінде жүріп үйленген еркекке алданып қалған Данаға басында қатты ұрысқанымен қолдан келер шарасы таусылып қамығып отыр. Мен айтарымды айттым. Мен саған осындай ақылсыз болып тәрбие бердім бе? Қара бет қылдың ғой ел жұртқа. Ел жұрттың бетіне қарайтын бет қалмады ғой. Ел не десе о десін, мама. Бірақ мен осы баланы дүниеге әкелем. Өзімнің балам үшін өмір сүрем. Қайтейін. Ауылдағыларды хабардар болып атқан сияқты.
Мен қайтайын. Апа, келіңіз, жүріңіз, мен сізді шығарып салайын. Ал, апа, аман есен ауылға жетіңіз. Қарағым, мен енді жүрейін. Балам да келіп тұр. Жақсы, қызыңызға еш уайымдамаңыз, мен қасында. Бір Аллаға, одан өзіңе тапсырдым, қарағым. Иә, өзім қарап, қамқор болам. Бүгін Дана күтпеген жаңалық естіп қуанып отыр. Арада 5 жыл өткенде өзінің теріс айналып кеткен атанасы, аға бауырлары арнайы қонаққа шақырды. Санжарды өсіру үшін Дана талай азапты қиын күндерді өткізді. Жағдайдан хабардар болса да, Дидар сол беті ат ізін салған жоқ. Дана бүгін өзінің осы уақытқа дейін көрген азабын бір сәтте ұмытып кеткендей болды. Ертең ауылға атанасымен туған ұлы Санжарды таныстырмақ. Дидар бүгін ғана өзінің ұлын сырттай бірінші мәрте көруі. Өзін өзі жазғырып, Дана мен ұлының қасына барып кешірім сұрауға да дәті жетпеді. Сырттарынан сәл бақылап тұрды да ойға батып, артына жалтақтап қарап кете берді. Бес жылдан кейін ұлымды бірінші рет көрдім. Бірақ сырттай ғана. Оларды бақытты етуге құдіретім жетпеді. Өзімді қор санап отырмын. Енді артынан кешірім сұрап барсам, кешірмейтінін білем. Дана. Қалайсың? Сен ұмыту мүмкін емес шығар. Аманбыз. Дана. Бұл біздің. Иә. Кел Санжар. Иә, менің ұлым. Дана. Кешірші мені. Сендерді бақыт етуге құдіретім жетпеді. Кел оғанды да білем. Мен сенен артық нәрсе сұрадым ба? Бізді іздеп келуге де шамаң жетпеді ғой. Рахмет саған. Енді бізді іздеме. Бала шағаңа. Кейде адам баласы көп қателіктер өтіп кеткеннен кейін барып, шіркін-ай, сол кездерім қайта оралса, мен бұлай жасамас едім деп өкінетіні бар. Кейіпкеріміз Дидардың дәл қазір өзегін қарыған ой осы. Ал Дана болса, басқа түскен қиындыққа мойымай, өз шындығы үшін күресті. Бір есік жабылса, бір есік ашылады емес пе? Бұл өмір түрлі пендеге түрлі тағдыр сыйлай. Ең бастысы, шыншыл болсақ, өз кемшілігімізді уақытында біліп, өзегінің өмірін азапқа салмасақ, сол игі іс шығар. Бұл өмір түрлі пендеге түрлі тағдыр сыйлайды. Ең бастысы, шыншыл болсақ, өз кемшілігімізді уақытында біліп, өзгенің өмірін азапқа салмасақ, сол игі іс шығар.